мен бар ғой энергетик ішіп шаршап кеттім. Сосын кішкене пайдалы заттар түсірейік та. Қанша мен су. Дұрыс айтасың. Мынаның ішінде бар ғой, европейский да бар, корейский да бар, американский да бар су. Қазақстанский представительден сөз біреу ғана. Ол міне. Топ па? Топ екенін көреміз қазір. Мен өзім ішіп көрмеген. Как-никак Тассайда бар. Бірақ Тассай біздегі данный момент жоқ. Келесі қызық су туралы қызық болса, жазыңыздар, табамыз. Қазақстанский представительдердің топовый нелері жаңағы қымбатты деген сияқты ғой. Мына сулардың бәрі ең қымбат сулардың бәрі. Мысалы келтірсек, мына бутылка, мынау бағасы 8.000 теңге тұрады. 8.000. Вау. Мынау ЧБД-да көресіңдер ғой. Мынау сол су. Бағасы мынаның мөлшері 0.33, 4.400 теңге тұрады. Көрдің ба? Не дейіп тұрам? 4.000 теңге су ішеміз ба? 4.000 теңге фильтр. Анау емес, брат. Контент почти на сколько там? На 30 тысяч или на 40? Я когда нам первый раз все сюда вынесли, я потом после съемки забрал несколько бутылок и несколько дней подряд наливал туда из фильтра воду и ходил. Блин, как... Бір рет алып, кейін бутылка су фильтрдан құйып іше берсең де болады дейсің ғой да? Конечно. Сондықтан көбісінің бәрі шыныдан істелген. Мынау айтады ғой, қара су семірсе десе, мынаны қара су ішіп қана, қап қара. Мына ішіп семірем ғой. Ешқандай қосымшасыз, ештеңесіз, дәмсіз, кәдімгі су, қара су. Кальций, магний, минерал. Жоқ, дәмдеуіш, анау, мынау дегенде жоқ қой. Дәмдеуіш, мәндеуіштері жоқ. Сойлы соусы. Енді шетел болғаннан кейін мұндай болмайтын шығар. ГМО. Польская. Күшті. Полония. Неге бірақ плюс 77 деген түсінбеймін. 77 минерал бар. 77 минерал, ойлаймын 77 жасқа шейін толасын деген сияқты. 77 деген жас қой. Плюс 77. Так что одан да көп өмір сүресің деген сияқты ғой. Так, не істейміз? Кеттік. Бастаймыз. Арзан қымбат или қымбат? Қайтып болсын? Арзаннан бастайық. Жоқ, арзаннан емес. Ең бірінші өзіміздің қазақстандық өнімнен бастайық. Алысқа бармай қояйық. Алыстан арбалағанша жақыннан дорбалайық дегендей. Қазақстаннан бастайық. Жай су, самал, біздікі, Қазақстандық өнім. Алматы облысы. Алматыда шығады. Су, самал, 0,5. Шыны ма? Настоящий. Мөлдір таза. Сен оформление сарсена? Как кристалл. Понимаешь? Ромбик. Треугольник. Я. Понимаешь? Так, осы су. Кеттік. Газдалған ба не? Жоқ. Газдалған. Газдалған су. Газированная вода. Газированная. О, мынау су басқаша енді. Тап-таза. Давай кеттік ал. Ешқандай тұзсыз, содасыз, кәдімгі таза газдалған су. Бонаква, Сарыағаш сияқты ғой, как бы не сияқты емес, ойламаңдар, Есентөйке, Боржоми сияқты емес, дәмі бұның. Енді минеральный су. Жаңағы район Алматы облысындағы неден шығады бұл, самал. 2009 жылдан бастап шығады. Кішкене осыдан ақпарат оқығанбыз. 300 метрлік тереңнен бұлақтың скважина алады. Жаңағы Көктөбеге үстіне кетіп бартқан Тесла бар. Рекламасын тегін сулар таратқан. Бұлар қызыл Тесла, ақ Тесламен жүріп, тауға шығып баратқанда тегін нелер берген. Бұлар көбінесе акцияға марафондар өткізеді. Мынау мысалы несі, мынау эмблемасы 4 рет өзгерген. Ребрендинг.
4 рет болған, 4 рет өзгерілген. Мына мен білетін, мына именно осы судан алатын болсаңыздар, примерно 1500 теңге тұрады. Осының 5 теңгесі детский больница, хирургический детский больницаға кетіп отырады. Естеріңде болсын. Осы бутылканы алсаңыздар, и осы самал бутылканың, самал судың кішкентай детский бутылкасы бар, содан да 5 теңге не кетіп отырады. Ну, как сказать, благотворительность кетіп отырады. Соны мен точно білемін. Мағана су ұнады. Дәм жақсы, судың құрамына қатты газдалған емес, прям. Құрамына келетін болсақ, минералдарға бай екен. Егер ол рас болса, құрамында кальций бар екен, магний бар екен. Жақсы су. 5 рет немен жүреді бұл. 5 обработкасы бар. Точно мен қазір сендерге айтып берейін. Қандай не, 5 немен. 5 ступень, 5 доллар очисткасы бар бұның. Қазір қарасаң. Механический тазартқыш, жұмтастар, фильтрациясы бар, молекулалық, обработка ультрафиолетмен істенеді. 5 несімен істенеді, түсін ба? Несі миллилитрлеріне келсек, не только мынандай шынымен істенеді бұлар. Еще 6 литрлық, андай үлкен бар ғой? 19 литрлық, сондай да бар. Қалай? Жақсы, күшті. Мықты ма? Мықты. Тек қана газированный, да, сол ғана. А чё? Газды көп сынатпайды ғой. Газ көп сынатпайды, без газы да алуға бар ғой. Бар ма без газасы? Бар. Без газасы да бар екен, газды қаламайтындарға без газсыз алып ішсе болады екен. Қазақстандық өнімге өте мақтанарлықтай нәрсе. Бұл жөні біздің Қазақстанда мұндай нәрселер көп. Поддержи наших деген сияқты ғой. Өзімізден қолдайық деген сияқты. Өз-өзімізді қолдайық, иә. Сол неше түрлі марафон нелер көбісі қатысады. Сосын тегін до пандемия кезінде бұлар тегін экскурсия өздерінің заводтарына студенттер, оқушыларды автобуспен келіп өзінің самал деген суымен барып экскурсия жүргізетін еді. Дәмі күшті екен судың. Жұмсақ. Жұмсақ. Соны ұсынады да маған. Ес. Өздерінікіне аппарат көрсетеді, суларды қалай істейді, бутылкаларды қалай істейді, қалай тазартады, соның бәрін полностью көрсетеді өзі экскурсия. Адресі бәрі сыртында, забордың сыртында не бір байқаған великпен су тұр да. Дорого, богато. Итальяно. Все, ұнады ма все? Итальяно ма? Кеттік. Так, аквапана. Су. Итальянский. Флоренциядан келген. Фиорентина деген футбольный клубтың эмблемасына ұқсайды, міне қаранда мені байқап қалмай. Ұқсағанда емес, сол Флоренцияның несі символы ғой. Солай. Иә. Короче, аквапана алдын біз Пелегрини деген су бар ғой. Іштік қой итальянский. Иә. Солардың, в общем, нелер екен ғой. Ағайындары. Ағайында емес, бір компания. Қазір енді 05. Nestlеге жатады дейді. Аш, дәмін көрейік. Бұл да бір қымбат су. Nestle. Бұл да бір қымбат су. Крышкасы да бір оборотқа жабылады. Асығатын адамна хуйняңыз ішіп қойыңыз. Жаңа корейский тема сол. Сонда ішіп отқанымыздың бәрі сондай болды да, я. Жоқ, сен қалдығыңды айтып отырмын мен саған. Түсінікті ма, мен солай айтып отқан жоқпын. Италия ғой, Италия. Ана хернясы мен білмеймін, түсінбедім. Химия білетіндерің, короче, өздерің пауза қойып оқып аласыңдар. Енді мектепте онша оқымаған ғой химияны десеңдер. Минералдарға бай су, сондай ғой. Калий, кальций, магний, в общем, содасы бар. Су. Енді барлық суларды ішіп келе жатқан сулардың барлығы солай болып тұр ғой қазір енді көбісінде. Алқаш сразу қолымыз ұзақ. Таза су. Дәмі жоқ вообще. Судан айырмашылығы жоқ ғой. Жоқ, вообще, да. Некоторые сулар ішсең какой-то бір дәмі бар да? Какой-то бір дәмі бар. Өзінің специфический дәмі. Мынау біздің үйде краннан алып ішетін су ғой. Просто или фильтр суда. Просто сен судың мағынасын түсінбейтін сияқтысың ғой, інім. Иә. Десең да, өзім де түсінбедім, шын айтсам бар ғой, негізі кәдімгі су ғой енді, былайынша айтқанда. Тек қана ақшаны мен бұл су үшін жұмсамайтын едім. Бұл судың шығатын жеріне бола,
жаңағы компаниясына бола, атына бола 1000 теңгеге алуға болады. 1000 теңге ма? 1000-1500 теңге шығар. 1000 теңге. Солай. 1000 теңгеге бола бұндай су алмайды. Тек қана сол жаңағы міне аты, түрі, Фон. чисто понты ғой, короче, сол үшін жігіттер, қыздар. Короче, мынандай бір жігіт пен қызды қолында осындай су ішіп жүрсе, значит, ақшасы бар деген сияқты. Если, конечно, сарғайып кеткен, ішінде су болса, значит, осының ішіне құйып алып, дальше ішіп қуып жүр деген сияқты болып жүрмесе енді, не? Түсінікті ма? А так, мне кажется, білмеймін, үйдегі жай біздің магазиндегі 120-130 теңгелік суын алып іше берсең де ештеңе болмайтын сияқты. Но, как-никак бар, біз соны түсіріп жатырмыз, көрсетіп жатырмыз. Дәмі? Магазиндерде доступны ма? Соны айтып жібер. Магазиндерде доступны емес, өйткені біз бұны заказбен алдырдық қой. Иә. Бұл заказбен алдыртқан су, бұл Мәскеуден келді ме? Иә, Москва. Мәскеуден алдырдық бұл суды. Өйткені бізде бұл, по-моему, жоқ та шығар. Іздеп көріңіздер. Витя. Вител деген су Франциядан келген. Иә. Французский су екен. Жұмақты, пұбақты, воты, қықты, іше бересің. Упаковкасы Дишма? тек қана крышкадан басқа. Крышкасы әдемі істелінген. А так упаковка дизайн ештеңе айта алмаймын. Упаковка жағынан дизайн жоқ онша емес екен. Газдалмаған су. У жизни больше вкуса дейді. Минеральные вещества в недрах французских гор дейді. В общем, Францияда қандай тау бар? Альпы, да? Альпийский су. Кеттік. Газдалмаған жай су. Бағасы 500 теңге. Талай сноубордистердің астында қалған су ғой бұл. Крышкасы ұнады маған кішкене кеңдеу, ауызы кеңдеу екен, байқадың ба? Стандартный емес, да? Отдельно асылмай. Сондықтан дәмін көреміз. Пластмасс. Да, бірдеңе? Какой-то дешевый су сияқты. Арзан. Жоқ, арзан судан бұрын бар ғой, мен суды онша қатты көп айырмашылығын біле бермеймін. Бірақ біздің Алматыда да құдайға шүкір краннан ағатын судың өзі дәмі өте мықты. Сондай сияқты. Какой-то біртүрлі су мынау. Білмеймін. Как-то қалай түсіндірсем. Судың мағынасын білмегеннен кейін сол айтып отырық па. Бірақ жұмсақ, жақсы жұмсақ су екен, иә. Дәмі бар деп атқаным ғой просто судың. Түсін бе? Иә. Какой-то бір дәмі бар. Сондықтан енді өздеріңіз көресіздер. Короче, мен айтуымша 500 теңгеге мынау не стоит. Су бірдеңе ала салсаңыз арзан. Жай су. Өзіміздің қандақтан ойының бе? Иә. Вител деп Франция деме. Франция деме. Дәмі онша емес, шын айтамын. Жай хобби. Долбоёб, жай хобби.